Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Бүгінгі менің тақырыбым Әшімтай Қарымсақұлы Қоңырқас күйімен жұмыс. Менің модулім 08 КМ 03 арнайы аспап қобыз пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі ашық сабағыма қатысатын оқушым 4-ші курс студенті Бақыт Ақтоты. Мамандығымыз прима қобыз, халық аспаптар оркестрінің әртісі, дирижер, балалар музыка мектебінің оқытушысы. Мен педагог зерттеуші қобыз баян бөлімінің оқытушысы Кемелбекова Жұпар Ерсайын қызым. Менің концертмейстерім Әбілбаев Нұрболат Ғайыпназарұлы. Енді бүгінгі қобызымызды бұрауын түсіріп алайық. Ля бере қойыңыз. Бүгін біздің Сенсанс, үйге тапсырма Сенсанс, Камил Сенсанстың нөмір 3-ші концертін бердім. Соны біз миға шабуыл стратегиясымен үй тапсырмасын тексеретін боламыз. Енді біз қазір Камил Сенсанстың шығармасын тыңдаймыз. Сіздерді дайындайын, мен өзім жүктеймін. Бірінші часть Камил Сенсанс номер 3-ші концерт. Тыңдап отырамыз, акцент бар. Енді 4-ші курс студенті болғасын, үй жұмысын түсінікті. Енді қазір осы туралы өзің айтшы бер. Камил Сенсанс деген кім? Қысқа нұсқа. Камил Сенсанс 1835 жылы Париж қаласында дүниеге келген, 1921 жылы Алжирде қайтыс болған. Бұл француз композиторы, дирижер, пианист, сонымен қатар музыка сыншысы болып табылады. Жалпы ең алдымен осы музыкаға виртуоз пианист ретінде, дирижер ретінде, композитор ретінде енген болатын. Тональностыңыз қандай? Тональность жалпы негізгі тональності концерті си минор. Бұл жерде ауытқу тональностер текетіп отырады. Неше? Си минорда бізде екі белгі, фа диез және ре диез. Екпіні қандай? Екпіні бізде аллегро нон троппо, яғни тым жылдам емес, және 4/4, яғни алға бір ретте жазылған. Штрихтардың маңызын сақтай отырып, қазір Нұрболат ағаймен ойнаймыз. Қане, көп такты бермей қойыңыз, бір такты берсеңіз болады, бастаймыз.
жерде. Раз, два, три, мына жерден бастап. Қай жерің қойды саған? Фа диез, и. Раз, два, тем бересің. Акцент. Раз, два, три. Алға. Басынан бір тартып бере қойыңыз. Ең басы. 2, 3, 4 тезек. соңғы жағын қарап жіберейік. Темпті қосамыз, потому что мына үй жұмысына деді. Соңғысын шығарма. Си бар ғой, трелдің си. Жоғарғы си, е. Жоғарғы си. 1, 2, 3. Спортсанды деп тұр ғой, дара-дара-дара-дара-тара-дара. Маған акцент берші, қане көрейік, давай. Келе жатырғанын сен біліп отыруың керексің. Мына сенің бұлшықеттерің байына тұру керек. Қане көрейік, ля си, ля диез сиден бастап. Бірге. Енді ақтоты ең соңында біз жақсылап бітіруіміз керек те.
әлде саған күш жігер жетіспей жатыр. Қане сол соң ғана сері деген триөлдан бастап ойнасаң болады ма? Қанекей қаттырақ ойнашы ақтыды. Раз. Раз, и, два, и, раз. Аккорд. Аккорды. Раз. Молодец. Енді осыны үйге тапсырма жақсап пысықтап ойлап келесің, да? Енді біз жаңа тақырыбымызды бастайық. Жаңа сабақтың жаңа тақырыбымыз біздің бокс әдісі. Осы жаңа Әшімтай Қарымсағұлының Қоңырқаз атты күйін алдық та. Енді осы Қоңырқаз күйін мен бокс әдісі бойынша жүзеге асырып отырмын. Ол күйге сипаттама берсек, күй мажорда жүреді. Мажор дегеніміз ол қазақша ал қоңыр, латынша дур. Ол Әшімтай Қарымсағұлы 1820 жылы 1918 жылдар аралығында өмір сүрген белгілі күйші, композитор. Оның көптеген күйлері сақталмай қалған. Осы бүгінгі күнге дейін атадан балаға сақталып қалған жалғыз күйі ол Қоңырқаз күйі. Бұл Қоңырқаз күйін Әшімтайдың баласы Хамза домбыра тартып күй шерткен. Ал Хамзаның туған баласы Мағауия баба осы салт дәстүрін жалғастырып дәулескер домбырашы болып шертпе күйдің шебері болған екен. Енді Қоңырқаз деген Қоңырқаз күйінің біз записін тыңдап, саған бірінші тыңдатайын. Тыңдап алайық та біз. Оны қазір таңда Шабыт университетінде доцент Кенжегүл Мұсаева өңдеген. Домбырадан иә. Осы айтып отырайын, домбыраның күйін, шертпе күйін Кенжегүл Мұсаева қобызға түсірген екен. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің орындайтын күйі. Жолы жоқ па? Жібер, тағы да екіншісі бар еді. Күйім төрт түлік малды, жылқыны, аңғыз. Техникалық ақауларға байланысты осындай болып жатыр. Ажырап алыңыз ба? Ақтоты жүрді.
Енді қане қоңырқас күйін қарайды. Басында бір такт бере қойыңыз. Флажелетті. Синурені созамыз. Ішенді, сосын стакатты. Хорошо, жақсы. Енді ақтоты. Деп ойнауға болады әрине. Енді сенің соның кішкене әндетіп ойна, да? Деген сияқты. Қане, бей бірге. Тегінде жағдайда ойнаймыз, шығару үшін. Жақсы. Мына жерде бір жерінде фаршлап жоқ. Елесі тапты да фаршлап бар, да? Соны енді қанатымызда керіп, қаз қалай керілді? Соны көз алдыңа елестетіп, суда қалай жүзіп жатыр? Қаздың қаңқылдағанын саламыз ғой мына жерде. Ал қане көрейік сол жерде. Мына жерден бастайық. 2-де 4-тен бастайық. Жарайсың. Деген сенің 3 нотың бір-біріне ұқсамау керек. Пианодан басқа сондықтан. Ортасынан бастаймыз ескіштің. Әндетеміз. Деп қоясың ма? Да? Қане? Даусың шығар. Мына жерде фортымен жігермен бастап. Асықпаймыз. Тезірек алып кетті. Та-та-та-та-та ритммен бірге, ырғақпен бірге, зұлатағаймен бірге ал.
Енді біздің қорытындылай берейін, себебі уақыттың аздығына байланысты уақыт болып қалып жатыр. Ақтоты, енді саған мына үйге тапсырма, қоңыр қаз шығармасын, күйін, тағы да тарихын, жаңа мен айтқан автор туралы, шығарманың түгел штрихтары туралы бәрін егжей-тегжейлі зерттеп, жаттап, қайталайтын жерінде қайталап, бірінші борда, екінші бордаға бәрін орын-орнына қойып келесің. Стакаты қай жерде, бұл жерде көп әңгіме бар, айтылмай қалған, әлі ашылмай қалған әңгімелер өте көп. Түсіндің ғой? Енді мына шығарманы ертең болашақта мен жетістік баспалдағы дейді, басында мына шығарманы ойнайтын кезде орындағым келмейді. Себебі мынада көптеген штрихтар бар, аккордтар бар, оның фаршаттары бар, домбыраның шертпе күйін прямо ауызында сөйлетіп өте қиын да. Сондықтан қатты қиналасың, сосын орындай алмайсың, сосын достарыңнан сұрайсың, ютубтан тыңдайсың, жаңа домбыраны тыңдайсың, Мағауия бабамыздың тартып отырған. Сосын жаңағы барлығын ең соңында жеңіп, осы шығарманы жоғары деңгейде ойнап шығасың деген үміттемін. Сенің қолыңнан келеді. Бүгінгі сабаққа саған енді 5 қоя алмайын, толық 4 қоям. Себебі концерт көбіне ірі құрылымдағы шығарманы ойнап көрсетіп жатырсың. Енді көбірек еңбектену керек, көбірек дайындалу керек. Енді бүгінгі ашық сабағым тамамдай, Нұролат Шайхназарұлына көп-көп рахметімді айтамын. Біздің сабағымыз аяқталды. Рахмет.